Selim balapandarım, canım kuşakandarım. Tamaşalap Kokoşben Pikoş'tun kuanışların. Kollarımda kıygerip, kuşağımda kepkerip, yıkırıp oynayman, oyunga hiç duymayman. Gel balalar oynayık, çıkarıp kovalasayık, kulap kalsak жыламай, oyundu жалғастырайық. Сәлем балалар, қош келдіңдер. Түлкі мен қоян. Әуелі түлкінің құйрығы жоқ екен. Әрқашан қасқыр менен тату тұрмаған себепті құйрығының жоқтығы жүрген ізін жасыра алмай, оған тек қатты залал келтірген. Соның үшін қасқыр әрдайым түлкінің артынан түсіп, аңдып жүріп, бір күні қасқыр барып оның ініне кірген. Егерде түлкі іннің басқа жағындағы аузынан шығып кетпесе, өлтіріп тастар еді. Әлден соң түлкі ағаш ішіне кіріп кетіп, ағаштың түбінде тұрған қоянды көрді. Ол мезгілде қояндардың құйрығы ұзын болып, шапшаң жүргендеріне ыңғайсыз болып тұрушы еді. Сол жерде түлкі қоянды ұстап алып, өлтірмекші болып жатқанда, қоян сұрапты: «Мені өлтірме, саған құйрығымды сыйға берейін», деп уағда қылады. Мұнысына түлкі көніп, екеуі сол жерде құйрықтарын айырып бастайды. Сонан бері түлкінің құйрығы ұзын болып, қоянның құйрығы қысқа болып қалған екен. Балалар, бүгін және 9 әріпті жаттайтын боламыз. Міне, жылан, зымыран, ине, йод, кәмпит, қарбыз, лала, моншақ, нан. Балалар, жаттап алдыңдар ма? Келесіде және 9 әріп үйрететін боламыз. Балалар, ойынымыз сендерге ұнап жатыр ма? Тамаша! Арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.